Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы туынды, яғни оның формулалары және есеп шығару барысында оның ережелерімен де таныстыратын боламын. Олай болса, ең бірінші формуламыздың түрі мынадай болсын. Яғни бұл формула ең көп қолданасыңдар деп ойлаймын. Алдағы уақытта өте көп кездеседі бұл формула. Мысалы x-тің n дәрежесі дейді. n-нің орнында кез келген бір сан болады ғой. Бұл бөлшек сан болуы мүмкін, немесе бүтін сан болуы мүмкін. Так, енді осының туындысын тап деген кезде міне былай жақша аласыздар да, міне бүйтіп жазасыздар. Осы туындысына штрих деген белгі туындысын табу керек деген сөз. Туындысын тап десе, осының бәрін жақша алып, сыртына штрих қоясыздар. Енді бұның туындысын қалай табамыз? Мына дәрежеде қандай сан тұрады? Дәрежеге байланысты, қандай сан тұрады дәрежеде? n. Осы n аламызда x-тің алдына түсіреміз бүйтіп. Жақсы ма? Бұнда бізге міне n жазылады алдына. Сосын n түсті ғой x-тің алдына. x жазып қоямыз. Енді дәрежеден бір сан кемітесіздер. Мысалы n-нің орнында қандай сан тұрды? Содан бір сан азайту керек. n минус 1 деп қойдым. Формула осы. Көрейік мысалда. Бірінші мысалымыз x-тің мысалға 5 дәрежесі болсын, осыны туындылау керек мысалға. n-нің орнында, байқап отырсыздар, n-нің орнында бізде 5 тұр. 5 тұр. Осы 5 аламызда алдына түсіреміз. Коэффициент болып, сосын x жазып қоямыз. X жазып қойдық. И дәрежедегі 5-тен бір сан азайтсақ, 4 болады ғой. Бұнда 5 x-тің 4 дәрежесі. 5 еселенген x-тің 4 дәреже шықты. Тағы бір мысал. X-тің мысалға 11 дәрежесі болсын ал, осыны туындылайық. 11 барады да міне алдына түседі коэффициент болып, x жазып қоямыз да 11-ден бір сан кемітеміз 10 дәреже. Болды, 11 еселенген x-тің 10 дәрежесі. Егер мынадай болса, мысалға 8 еселенген x-тің мысалға 4 дәрежесі болсын ал. Осыны туындылайық. Естеріңізде болсын, егер қандай да бір айнымалы берілген x-тің 4 дәрежесі, яғни белгісіз мүше x-тің 4 дәрежесі берілсе, соның коэффициенті болады, мысалы алдында коэффициенті болса, егер оны көшіріп қоясыздар, коэффициентке тимейміз, жақсы ма? 8-ді көшіріп қоямыз да, мына 4-ті жаңағыдай алдына түсіреміз. 8 көбейтілген 4 болады сонда. Сосын x-тің 3 дәрежесі болып қалады ғой, бір сан кемітеміз дедік қой. Мына 8 мен 4-ті көбейтіп жіберсеңіздер, 32 еселенген x-тің кубы болады сонда. Жақсы ма? Тағы да бір. Кейде мынандай есеп берсе де ойланып қалып жатады балдар. Мысалға, x-тің кубы бөлінген 9 болсын, міне. Осыны туындылаймыз. Ой, мына бөлшек қой қиын болып кетті ғой деп жатады. Негізі бұлда мысалға бұл жерде 9-дан 1 деген коэффициенттің рөлін атқарады, 9-дан 1. X-тің кубы. Мұна екі жазуда ешқандай айырмашылық жоқ. 9 алдына шығарып қойсам, 9-дан 1 болып алдына коэффициент болып түсе қояды. Түсінікті ғой? Мұна жазу мен мұна жазудың ешқандай айырмашылығы жоқ. Екеуі бір жазу. Сол кезде мына жазу қарап отырсақ, екінші жазу қарасақ, 9-дан 1 бізде коэффициент екені көрінеді. Оны көшіріп жазып қоямыз дедік, коэффициентке тимейміз. Сосын дәрежедегі 3 x-тің алдына түседі, көбейтілген 3 болып, және x-тің неше дәрежесі болады енді? Бір сан кеміткен кезде 2 дәреже болады. 9-дан 1 3-ті көбейтсек, екеуін қысқартамыз. 3 қалады. Сонда 3-тен 1 еселенген x-тің квадраты. Осы мысалдармен бірінші формуламыз түсінікті болды деп ойлаймын. Мына формуламен біраз есеп тындыруға болады екен шығаруға. Жақсы, бірінші формула түсінікті болса, екіншісіне көшейік. Өзі бүгін көп формула бермеймін, тек бірең-саран ғана формула беремін. Мысал жайын айтып кеттім, сонда мына жер жазайын. С деген бізде бір коэффициент болсын, cx деп қояйын. Осының туындысы әр уақытта с-ға тең болады екен. Екінші формула. Яғни не деген сөз? С деген қайталап айтайын, кез келген бір сан. Мысалы 5x. 5x-ің туындысы. Көрейік есептеп, айттық қой, 5 деген коэффициентке тимейміз дедік. 5 жазып қоямыз. Сосын
мына x-тің дәрежесіне қандай сандар осы жерде жазылмаса, значит оны 1 деп түсінеміз ғой, бір алдына түседі. Міне 5 көбейтілген 1 x-тің мына 1 деген дәрежеден тағы бір азайтсақ 0 болып қалады ғой. Ал 7-ші астты есімізге түсірейік. Кез келген санның 0 дәрежесі, мынаны айтып жатырмын, иә. Кез келген санның 0 дәрежесі ол әр уақытта 1-ге тең. Сонда 5 көбейту 1 көбейту 1 болып қалды, оның бәрі 5-ке тең екен. Көріп отырсыздар, сонда 5x-тің туындысы 5-ке тең екен. Сонда кез келген 7x-тің туындысы 7-ге тең болады. 13x-тің туындысы 13-ке тең болады деген сияқты. Түсініксіз ғой? Мысалы, түбір асты 5x-тің туындысы түбір асты 5-ке тең болады. Яғни x-тің коэффициенті қандай болса, сол коэффициенттің мәніне тең болады екен. Бұл бізде екінші формуламыз. Үшінші формула ретінде санның туындысын алайық. С деген сан болсын, тұрақты сан бір. Санның туындысы әр уақытта 0-ге тең болады. Естеріңізде болсын. Сонымен 3-тің туындысы 0, 1-дің туындысы 0, ол түбір асты 2 болсын. Сан болса болды әйтеуір. Оның туындысы 0 болады. Түсінікті ғой? Ол бөлшек сан бола ма? Қандай сан болсын, бәрі оның туындысы 0 болады. Жақсы, онда бүгінше осы 3 формуламен тоқтайық. Қазір ережелерін айтып жіберейін туынды табудың. Мысалға, бірінші ереже. Бірінші ереже мынадай. Мысалға, бір жақшаның ішінде бір көп мүшелер қосылып тұруы мүмкін. Мысалға, А плюс Б деген сияқты бір екі өрнек тұрады ғой. Сол екеуінің туындысын тапқан кезде жеке-жеке туындылайсыздар. А-ның орнында тұрған өрнекті бөлек туындылайсыздар. Арасы қосу болуы мүмкін, азайту болуы мүмкін. Қосу қоясыз, немесе азайту қоясыз, сосын b-ны бөлек туындылайсыз. Мысалы, 5x азайтылған мысалға 7x квадрат деп тұрады міне. Осындай айтып тұр, а мен b-ның орнына. 5x-ті туындылаймыз бөлек міне, 5x-ті туындылау керек. Минус деймізде 7x квадрат туындылаймыз. Бұның әр қайсысына бөлек-бөлек мысал келтірдім ғой. Соны қолданасыздар. Мысалы 5x-тің туындысын тапқан кезде айттық қой. Мына жерде міне екінші формулаға келіп тұр, байқап отырсаңыздар. Cx деген формула, иә. С-ның орнында 5 тұр бізде, x-тің орнында x тұр. Оның туындысы әр уақытта с болады деді. Яғни 5x-тің туындысы бізде 5 болады. Минус 7x квадратта 7 деген коэффициент, оны жазып қоямыз. X квадрат деген квадраты алдына түседі, 7-ге көбейтіледі, яғни. Сосын дәрежеден бір сан азайтамыз дедік қой, бір дәрежені жазбай ақ қояйын енді. Сонда жауабы 5 азайтылған 7-ні 2-ге көбейтсек 14x болып тұр міне. Айтқым келіп тұрған идея бұл жерде ережедегі, мысалы осылай жақшаның ішінде бірнеше өрнектер, жалғыз 2 өрнек емес, 3 өрнек болуы мүмкін, 5 өрнек болуы мүмкін. Қандай өрнек болса да, әйтеуір жеке-жеке туындылайсыздар. Жақсы да. Екінші ережеміз, егер екі өрнек көбейтіліп тұрса, А мен Б көбейтіліп тұрса, оны туындылағанымызда қайтеміз. Оны туындылаған кезде мысалға бүйту керек. А-ны туындылаймыз, мына бірінші өрнек туындылаймыз. Осын қасына В-ны просто көбейтіп қоямыз. Мына В-ның орны не тұр, соны қасына жазып қоямыз көбейту қылып. Оны туындыламаймыз, ештеңе істемейміз, дәл солай көшіріп қоямыз қасына. Сосын плюс дейміз да, керісінше енді А-ны көшіріп қоямыз, мына А-ның орнында қандай өрнек тұр, соны көшіріп қоямыз да, қасына В-ны туындылап жазамыз. Міне, көбейтудің формуласы осылай міне. Бұған енді мынадай мысал келтірейік. Негізі бұған мысал келтіру үшін тағы бір формулалар қосу керек. Негізі мына 3 формула емес, иә? Әлі де формулалар бар. Мысалы 4-ші формула ретінде бір формула қосып қояйық. E-ның x дәрежесі деген міне. Осының туындысы E-ның x дәрежесі шығады міне. Әзірше формулаларды беріп сіздерге қиындатпай қояйын міне. E-ның x дәрежесінің туындысы E-ның x дәрежесі өзі шығады екен. Осы мысалы келтірейін қазір міне. Мысалымыз мынандай болсын. E-ның x дәрежесі көбейтілген мысалға x куб болсын, иә. Осы екеуін туындылау керек міне. Сонымен формула бойынша А-ның орнында E-ның x дәрежесі тұр, B-ның орнында x куб тұр. Және дедік біз, А-ны туындылауымыз керек дедік. А-ның орнында E-ның x дәрежесі ғой.
Енің x дәрежесін туындыласақ, енің x дәрежесі қайттан шығады, дұрыс па? Қасына бұны көбейтіп қою керек. Яғни x кубты қасына көшіріп қоямын, көбейтіп. Плюс деймін да, енді a-ны көшіріп қоямын, енің x дәрежесі деп. Енің x дәрежесін көшіріп қоямын да, көбейтемін. V-ны туындылап дейді, V-ны туындылау керек. V-ның орнында біз x куб қой, x кубтың туындысы қалай еді? 3 алдына түседі дедік. X сосын дәрежесіне бір сан кемітеміз, 3x квадрат болады. Егер осы жерде бір туындылағаннан бір ықшамдауға бір реті келіп жатса, ықшамдап жүрген жақсырақ болады. Жалпы туындасы міне осындай. Мына жерде ықшамдауға келеді екен, жақшаның сыртына мен x-тің квадратын шығарайын, және e-нің x дәрежесін шығарайын. Өйткені әрбір қосылғышта сол нәрсе бар да, мына жерде e-нің x дәрежесі бар, мына жақта да e-нің x дәрежесі бар. Мына жақта x куб деп тұр, x квадрат ішінен табылады, және x квадрат мына жақта да бар. Ортағын жақшаның сыртына шығарып отырмын да. Онда бірінші қосылғыштан тек бір ғана x қалады, x кубтан, және плюс екінші қосылғыштан тек 3 қалайын тұр. Екінші ережеміз бұл. Үшінші ережеге осының бөлу вариантын қарастырайық. Яғни a мен v-ны көбейткенді көрсеттім ғой. Енді мысалға a мен v бөлініп тұрса, a мен v-ның бөлінісінің қалай туындылаймыз? Мына a-ның орнында да бір функция, v-ның орнында да бір функция тұрса ғой. Ол кезде мұндай бөлшек сызасыздар. Бөлімде не тұрады? Соны міндетті түрде квадраттау керек. V-ның квадратын жазамыз бөліміне. Енді алымы көбейтуге ұқсайды, тек арасы азайту ғана болады. Міне бірінші a-ны туындылап алу керек. Және оған көбейтеміз, мына бөлімдегі v-ны, v-ның орнында қандай функция тұрады, соны просто көбейтіп қоясыздар. Туындыламайсыздар, ештеңе істемейсіздер. Сосын минус қоясыздар да, енді керісінше a-ны көшіріп қоямыз да, v-ны туындылап көбейтеміз. Формуласы осындай міне. Енді осы үшінші ережеге де бір мысал келтіріп кетеге. Мына жаққа тағы бір формула қосайын енді. Жайлап көбейтіп жатырмын, байқап отырсыздар. Мысалға синус x-тің туындысын жазайын. Синус x-тің туындысы бізде косинус x болады. Тригонометрияны жаздым ғой, бәрін де жазып тастайын. Алтыншы формула бізде косинус x-тің туындысына, синус x болады, бірақ сәл ғана ерекшелігі алдында минус болады. Осыны ескересіздер. Жетіншісі тангенс x деп қояғы. Тангенс x-тің формуласына 1 бөлу косинус квадрат x деп қояғы. 1 бөлу косинус квадрат x. И дәл солай 8-шісіне котангенс жазып жіберейік. Котангенс x-тің формуласы косинустікінде минус болады, алдында 1 бөлінген синус квадрат x болады. Енді мына үшінші ережеге мысал келтірейін. a-ның орнына мысалға синус x алайын, v-ның орнына мысалға жай ғана x болсын. X-тің квадратын алайық. Сонымен қайталап айтамын, мына формула қарайық. a-ның орнында менде синус x тұр. a деген жердің бәріне синус x-пен толтыруым керек. v деген жерлердің бәріне x квадратты қоюым керек. Ол жағы түсінікті ғой. Бөлімін жаңа істейміз деді, бөлімін квадраттауымыз керек. X квадраттың квадраты. X квадратты тағы да квадраттауым керек. X-ның 4 дәрежесі болады, жүрсен атқан шығарсыздар. Енді алымын жазайын мен. Алымында a-ны туындыла дейді. a-ның орнында мен жаңа айттым синус x дедім. Сол синус x-ның туындысы бізде мына жақта жаздым формула қылып. Міне синус x-ның туындысы міне. Косинус x. Көбейтеміз, қасына жай ғана v-ны көбейтіп қоямыз. Яғни x квадратты көбейтіп қоямыз. Минус. Мына жерде косинустың x мен x квадратты бірден көбейтіп x куб деп қойып жүрмеңіздер. Расында бұл екеуі косинус x деген бөлек функция, x квадрат деген бөлек функция. Бір-біріне көбейтілмейді, дәл осылай қалады просто.
аның орнында бізде сонымен синус x'ті көшіріп қоямыз. Синус x'ті көшіріп қоямыз. Сосын көбейтеміз v-ның туындысы, яғни x квадраттың туындысы 2 x, так, 2 дәрежедегі 2-ден бір санды айтқанда 1 дәреже, оны жазбай ақ қояйын. Міне, сонда туындысы осылай болады екен. Бәрін ықшамдап жазып жіберейік. Ықшамдағанда бөлімінде x-ның 4 дәрежесі болады. Сосын жақшан сыртына алдымнан x шығаруға болады. Мына жақта да x бар, мына жақта да x бар. Басқа ештеңе істей алмаймын енді. Так, сонда x косинус x қалады. Мына жер x квадраттағы x-ін шығарып жібердім, 1x қалды, соны косинустың алдына жазып жібердім, көбейтгіштің орнына ауыстырамын, өзгермейді ғой. Минус мына жері синус x, 2x-тен x ғана шығып кетті жақшан сыртына. Мына x шығып кетті, 2 қалды және синус x қалды. Мына x-дің 4 дәрежесімен x қысқарады. Енді әрі қарай жағы ықшамдау ғой енді. Так, сонда болды. Бөлімінде x куб қалды, алымында x еселенген косинус x минус 2 еселенген синус x. Міне, сонда 3 ережеге 3 мысал келтірдім. Егер тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, түсінбеген есептеріңіз болса, комментарийға жазып қалдырарсыздар. 8 формуланы жаттап алайық. Әлде де формулалар қосылады. Жақсы, сау болыңыздар.